Сәлем қыздар, бүгін үй жағдайында гамбургердің нанын дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызға сүт пен суды араластырып қосамыз және май құйып, аштығы, тұз салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жабыспайтын күйде болуы тиіс. Қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа көтерілуге жібереміз. 30 минут өткеннен кейін маймен бір қайырып, қайтадан 30 минутқа көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырымызды ұн сеуіп тақтайшаға түсіріп алып, бөліктерге бөлеміз. Менде 7 бөлікке шықты. Бөлігімізді дөңгелек форма жасап, үстінен басып, 30 минутқа тағы көтерілуге қоямыз. 30 минут өткеннен кейін жұмыртқаның сарысы мен сүтті жағып, үстіне 2 түрлі, яғни ақ пен қара күнжіт себеміз. 180 градус пеште осылай пісіріп аламыз.